Ойбай. Сәлем достар, сіздермен Назар болар. Так, 1, 2, 3. Сәлем достар, сіздермен бірге Назгүл Назар, Мерей Назар, және де Балнұр Назар, қысқасы Назаровалар. Бұл видео енді арнайы жоспарланған жоқ. Кенеттен аяқ астынан түсіріп жатқан видео. Мен негізінде күні кеше Астанадан келдім, Мерей Алматыдан келді, Балнұр осында, қысқасы біз жиналдық. Иә, сондықтан енді мен өзімнің тарапымнан жай ғана 2 дорамщикке, 2 кореян фандарға жай сыйлық жасайын деп, Астанада жаңағыдай корейский тәттілердің магазин, яғни дүкен тапқаннан кейін осындай нәрселерді алып келгенмін. Сөйтсем 2 сіңілім маған осындай идея тастады, осындай видео түсірейік деп. Себебі интернет кеңістікте осындай видеолар көп екен. Сондықтан біз пробуем корейский. Жейміз, біз бүгін жейміз, а сіздер қарап отырасыздар. Менен кеттік. Мерей бізге оқып отырады. Енді Мерей бастауыш стадияда енді кәріс тілін меңгерудің, бірақ дегенмен оқып кішкене болса да аудармасын білмейтін шығармын, бірақ оқи аламын. Мынау кекс десе. Мынау виноградный су газымен, наверное. Біліп тұр ғой деп. Давайте неден бастаймыз? Давайте бірінші Балнұрдың асын неден бастаймыз? Одан бастайық. Бұл айтты маған магазиндегі жаңағы дүкендегі қыз маған осыны алыңыз, осыны бәрі алады деп. Ал Мерей оқы. Бұл постик деп тұр. Негізі постик деген сөз ғой. Кәріс тілінде с деп оқылады. Ағылшынша бір сөз болса, соны постик деп. И бір байқап кететін зат, барлық корейский заттар, вообще продуктылардың пакеттері вообще басқаша, дауыстарды басқаша шықырлайтын сияқты маған. Вообще басқаша. Маған ең көзіме қатты түсетіні өте сондай яркий, красочный. Басқа жаман түр. Андай баллы беріп отырамыз ба? Оннан мынанша берем деген сияқты. Қараңыздар. Қызық екен. Не ма? Картошка, я? Картоп. Аяқтары. Бір дәм келеді, сырный дәм. Тұзы жетіспей ма? Маған картошка келіп отыр. Маған прям сырный, президентский сыр бар ғой. Сондай. Маған картошка келіп. Маған еще ондай бір Привкус бар. крабовый ма? Сондай бір нәрсе. Жібергенде. Еще мега хрустящий екен. Қытырлық. Андай, мен басқаша елестеттім, шыны керек. Дәмін ба? Сен бұл андай кішкене өте воздушный. Мен 10 балдан примерно 7 берем. Мен де 7 беретін шығармын. Себебі мына жақта неше түрлі нәрсе бар. Мен енді видеолардан мынаны көргем. Біреулер пробовать еткен. Дәмін көргенін. Ұнады ма саған? Ұнады, бірақ Вместе оны беремін. Жинка болсын бізге. Біздің андай чипсылар, нелер слишком соленый болады, и мынандай упаковкада егер алатын болсаң, андай не алып кетеді. Слишком надоедать етіп кетемін, уже до конца. Бітіре алмай кетесің, да? Тағы айтатын не, ол май болмайды, вообще майлы емес. Майлы емес екен. Ол майлы. Оны Сіртеверін келесі не? Мен айтайын ба енді? Мен көзімнен көрмей. Мен ойлаған ғой андай, мынадан кейін мынау деп андай. Холодильникті күнде ашамда. Күнде болған бүгін. Осыны көріп. Давай ашамда. Бұның аты касытады дейді. 2 түрлі тының несі, та деп оқылады, т деп кәштеп өткізген. Короче, кекс дейді. К
жады ашамыз. Барлығы бір индивидуальный неде пакеттерде. Білмеймін, маған корейский тағамдар өте мини көрінеді. Қандай бір аккуратный. Ой, Что ты делаешь? Ты оденка? Қарапайым кекс, бірақ жұмсақ. Начинкасы бар. Маған обычный. Иә. Мұнда жегеміз. Иә. ішінде қандай Иә, творог ба қарапайым. не? Или крем ба? Крем құйып. Қарапайым. Кәдімгі өзіміздің кекстар алып. Бисквиттер ұқсайды дешін. Қысқасы нормально. Иә. Шаймен ішуге жақсы. Иә. Бес бер. Бес бере салайын менде. Потому что бұндай көп. Иә. Мен көп мынандай не істеген үміт тапқан бұл неге келіп. Мен өзім мынаны қатты көргім келді, себебі магазинде бірінші болып маған ұсынған продукт осы болатын. Бұл жүгері чипстері. Дәммен ба? Жүгері дәммен. Оқиын ба? Косоханмат. Білетін адам сияқты болса. Жүгері деп тұр деп. Ашылтайын. Жизнь шығады. Жүгерінің ба? Иә, формочкалар күшті екен. Осыны бүйтеді ғой. Сөйтіп, саусақтарынан естіп бүйтіп жүреді. Көп неге, не көрін. Конечно. Келіп кетті осында. Маған біріншісі болып нақты. Мынау анаған қарағанда одан сайын қытырлақ екен. Бірақ аузыңа саласың, өткізет жоқ болып кететін. Иә, ана дәуін сезіп үлгермей қаласың. Мындай ет тұзды емес, мындай не демес. Бірақ ішіне мынандай бір нәрсе салып жеуге болады екен, жем сияқты ма. Так, бұны көрдік. Бұған қандай баға береміз? Мен 10-8. 7 бере салам. Мен 6 берем. Анау маған больше ұнады, мен оған 7 бердім. Анаған 7 бердік па? Онда жоқ, мен оған 8 берем да, маған 7 берем онда. Енді Тұрақсыз сөзде айтыңыз. жоқ, мен енді ананың жақсырақ екенін түсіндім десең да. Енді не көреміз? Енді бәрін жедік, шөлдедік, су шектік. Давайте. Мен негізі кішкене басын істемей қалды десең. Жоқ, дүкенде басқа түрін алмай, мен енді не түсіреміз деп ойлаған жоқпын ғой. Екеуіңе 2 банка алдым. Ең күштісі деген. Бұл жерде подо пом-пом деп жазылып тұр. Подо деген бұл не? Білуімізше, жүгері. Жүзім, иә. Себебі мына жерде де подо деп жазылып тұр. Мынау да жүзім дәммен, мынау да жүзім. Сол үшін подо. Подо жүзім. Давайте асыңдар. Мен бұған 10-нан 10 берем. Бәріміз 10-нан 10 берем, себебі білмеймін. Күшті жүзімнің дәмі шығады. Маған ең маңыздысы және немес қатты, бір тәтті демес. Приторный ма. Какой нужен, иә. Бірақ бір минус өте кішкентай екен. Тәм күшті андай бір космический сияқты ма, бір дәм басқаша. Мен артынша сразу мынаны жеп көруді ұсынам. Себебі ең бірінші көзім осыған түсті және Мерей айтты маған бүгін бұл өте әйгілі. Не, мен көп Корея тағамдарын дәмін көремін деген видеолар көргем. Сол кезде осыны көп
деп көрген. Мынандай конфеткалар сияқты. О, қараңдар. Сосульки ма? Әрқайсысы бөлек-бөлек. Пакетте. Индивидуальные пакетики. Для каждого конфетика. Футбольный шарик сияқты снимать. Бұны телефон жоқ. 2 hours later. Да, темаки. Ну, кстати. Пожалуйста. Подама. Подо. Подо. Еще поны прям подевать. Подо. 2 hours later. Ішінде маған сок бар деген виноградный сен көрінеді. Да? Камераға қытырлады. Тым сок сөйлеген жоқ қой. Жақсы екен. Мен енді конфет ретінде жақсы. Мен 10-15 берем. 10-15? Мен мынандай конфет ашын 8. Даже 5 емес. Потому что 7 берем. Маған да 8. Вам ұйықтаймын Продукт. мынау миндаль карамель ішіндегі не қарайсыздар бірақ мереге пакеті бәрі ұнағанмен онша аппетитный болып тұрған жоқ, иә? Маған да. Себебі миндаль жақсы көрінеді. Мен де. Білмеймін, мен өзім жаңғақтардың фанатымын, сондықтан бірден өзім осыны таңдадым. Мен өзім орехтар ұнатпаймын сол үшін. Мен де онша ұнатамын. Кішкене осындай болсаң сәл қиындау. Вообще негізінде Что здесь өткенде пакеттің ішінде сразу сала салмайды да. И андай бір сабаққа нәрсеге барғанда сумкаңа салып қоясың содан. Перекус ретінде жейтін. қараңыздар. Лимондамен ба? Орион лимон деп. Алмон. Кән? Мына жерінде. Мына сыртын оқымадыңдар ма? Оқы мере. Тоңа қонды. Тоңа монды. Тоңа монды. Монды. Тоңа монды жақсы екен. Мен көрген жоқпын. Маған ұнайды. Бірақ не есіме түсіп екен ба? Капри деген не бар ғой? Иде бар ғой? Капри деген конфеттер. Сондайдың жұмсақ версиясы. Маған қатты ұнады. Маған да. Мен тағы бір жегім келіп отыр. Жей? Андай оңай жерінеді. Шаймен де күшті. Шай керек болып көрдім. Даже миндальный дәмі онша. Білмеймін, бірақ андай Қатты выраженный емес, иә? ондай емес. Андай бір не істемейді да. Жалықтырмаймын. Бір балқоса жерінеді. Андай бір хрустящий, бірақ оңай жерілетін хрустящий. Онан. Меніңше, бірақ біздің үштігіміз уже біліп тұрған сияқты. Мынау және де мынау сияқты, иә? Қысқасы бізге міне картоп таяқшалар ұнады. Карамель ішіндегі миндаль ұнады, және де Мынау подол сусын ұнады. жүзім сусыны қатты ұнады. Сол камераға біз бірінші рет бұндай видео түсіріп жатырмыз. Камераға жиі сіздерге ұнады деген ойдамыз. Аяқ астынан түсірілген видео болса да, соңына дейін көріп болдыңыздар деп ойлаймын. Сол, лайк қойыңыздар. Әрі қарай егер сіздерге ұнаған болса, соны білдіріңіздер, пікір қалдырып. Сонда мүмкін тағы да камераға қарап отырып жейміз. Сосын астында қызыл кнопка бар. Басыңыздар. Подписаться. Иә, мен сондайды ұмытып кетемін. Сосын не
жанында колокольчик бар. Уведомление келіп тұрды сіздерге. Назгүл Назар видео шығарды деп. Менен көріп, Мерей ютубер. Соның кеңесіне жүгініңіздер десем да. Сол, жақсы, сау болыңыздар. Бір уақытта мен жата қорқып кеттім, видео түсіріліп жатыр ма екен, жоқ па екен деген. Байқап қойын ба? Байқап келші. Түсіріліп жатыр. Да? Балнұр, сүймей тұр ма не? Иә, болды енді. Болды, күшті, істейсіз болды ма? Көбден нормально шықты ма?